Ассалаумағалейкум қызық топ кезет арнасының көрермендері. Сіздермен бірге Дәурен және менің арнама қош келдіңіздер. Әрбір нағыз ер адам жауынгер болып табылады. Бірақ рингте күшін сынауға сәті түспегендер өзінің сүйікті чемпиондарын экраннан бақылай алады. Ал әртүрлі салмақ дәрежесіндегі мықтыларды біріктіріп қарастырсақ, онда олардың ішіндегі ең мықтысы кім екен? Бұл видеода мен сіздерге салмақ дәрежесіне қарамастан ережесіз жекпе-жек ұйымы UFC файтерлерінің ерлер арасындағы рейтингісінің бірінші бөлімін ұсынамын. Ал кеттік. 15-ші орында салмағы 113 кг, бойы 193 см, 34 жастағы Франция азаматы Фрэнсис Нганну орналасқан. Қазіргі уақытта ол UFC-дің ең мықты ауыр салмақтылардың тізімінде бірінші нөмірде тұр. Оның лақап аты The Predator, яғни ағылшын тілінен аударғанда жыртқыш аң деген мағынаны білдіреді. Фрэнсистің ережесіз жекпе-жек төбелесулердегі карьерасы 2013 жылдың қарашасынан басталған, және ол осы уақытқа дейін 18 рет жекпе-жекке шығып, соның 15-інде жеңіске жеткен, ал 3 рет жеңіліс тапты. Оның соққыларының дәлдігі 38%-ды құрайды. Нганну көпшілікке өзінің ауыр соққыларымен танымал, және екі қолдың әрқайсысымен де нокаутқа жібере алады. Ол көбінесе бірінші раундтың басында жекпе-жекті аяқтайды. Көптеген сарапшылар Фрэнсис Нганнуның соққысын жекпе-жек төбелестің түріне қарамастан әлемдегі барлық файтерлердің ішіндегі ең ауыры деп санайды. 14-ші орында салмағы 84 кг, бойы 180 см, 29 жастағы UFC-дің орташа салмақ дәрежесінің экс-чемпионы Австралия азаматы Роберт Уиттакер орналасқан. Қазіргі таңда ол ең мықты орта салмақтылардың тізімінде бірінші нөмірде тұр. Оның лақап аты The Reaper, яғни ағылшын тілінен аударғанда орақ дегенді білдіреді. Роберт өзінің өнерін 2009 жылдың наурызынан бастап көрсетіп жүр, және осы кезге дейін өткізген 26 жекпе-жек төбелесінің 21-інде жеңіске жеткен. Соның ішінде 10-ын нокаутпен аяқтаған. Ол 5 жекпе-жегінде жеңіліске ұшырағанымен, осы уақытқа дейінгі соңғы 9 жекпе-жегін жеңіспен аяқтап келеді. Оның соққыларының дәлдігі 41%-ды құрайды, және ол орта есеппен жекпе-жектерінің 57%-ын күреспен өткізеді. Роберт Уиттакер 7 рет тейкдаун жасауға әрекет етіп, бірақ оның 4-еуі ғана нәтижелі болды. 13-ші орында салмағы 70 кг, бойы 183 см, 36 жастағы, кезінде 2017-2018 жылдар аралығында UFC-дің жеңіл салмағының уақытша чемпионы болған американдық Тони Фергюсон орналасқан. Қазіргі кезде ол ең мықты жеңіл салмақтылардың тізімінде 3-ші нөмірде тұр. Оның лақап аты Эль Кукуй. Ол испандық және португалдық мифология бойынша түнде үйге келіп бұзық балаларды жеу үшін алып кететін зұлым демон дегенді білдіреді. Тони өзінің профессионалдық жолын 2008 жылдың сәуір айынан бастап, осы уақытқа дейін 29 жекпе-жек өткізіп, соның ішінде 25-ін жеңіспен аяқтаған. 4 жеңіліске қарамастан, оның еншісінде жеңіл салмақтағы ең ұзақ жеңістер сериясы. Ол 12 рет. Тони Фергюсон соққыларының дәлдігі 45%-ды, ал күрестегі статистикасы 43%-ды құрайды. Және ол UFC промоушеніндегі өзінің кәсіби карьерасында 14 рет тейкдаун жасауға әрекет етіп, бірақ оның 4-еуінде ғана нәтижеге жетті. Сонымен қатар, Тонидің бразилдік джиу-джитсудан қара белбеуінің бар екендігін еске сала кетсек жөн болар. 12-ші орында салмағы 57 кг, бойы 165 см, 32 жастағы UFC-дің ең жеңіл салмағының қазіргі чемпионы Бразилияның өкілі Дейвессон Фигередо орналасқан. Оның лақап аты Deus de Guerra, яғни португал тілінен аударғанда соғыс құдайы дегенді білдіреді. Фигередо өзінің профессионалдық карьерасын 2012 жылдың ақпан айынан бастаған болатын. Бүгінгі күнге дейін оның өткізген жекпе-жек төбелестер саны 20-ға тең. Ал соның ішінде 19-ында жеңіске жетіп, жеңістердің 8-і нокаутпен аяқталған. Дейвессонның соққыларының дәлдігі 52%-ды құрайды, және ол орта есеппен жекпе-жек уақытының 50%-ын күреспен өткізеді. 11-ші орында салмағы 70 кг, бойы 173 см, 32 жастағы UFC-дің жартылай жеңіл және жеңіл салмақ дәрежелерінің экс-чемпионы Ирландия азаматы Конор Макгрегор орналасқан. Қазіргі таңда ол ең мықты жеңіл салмақтылардың тізімінде 4-ші нөмірде тұр. Оның лақап аты The Notorious,
яғни ағылшын тілінен аударғанда онымен қарсыластарына танысқаны оларға өкініш пен мұң алып келеді дегенді білдіреді. Конор өзінің үлкен спорттағы жолын 2008 жылдың наурыз айынан бастап осы уақытқа дейін 26 жекпе-жек өткізген. Соның ішінде 22-сінде қарсыластарын соққыға жыққан. Ол 4 рет жеңілгеніне қарамастан, UFC ұйымының бүкіл әлемге танымалдығының өсуі осы ирландиялық бүлікшінің арқасында болды деп сенімді түрде айта аламыз. Оның соққыларының дәлдігі орта есеппен 49%-ды құрайды, және ол октагондағы жалпы уақытының 63%-ын күрестің айла тәсілдерін пайдаланып өткізеді. Сонымен қатар, Конор кәсіпқой бокста да өзінің мықтылығын 2017 жылы өткен Флойд Мейвезермен жекпе-жек кездесуінде дәлелдеді. 10-шы орында салмағы 61 килограмм, бойы 170 сантиметр, 27 жастағы UFC-дің өте жеңіл салмақ дәрежесінің қазіргі чемпионы ресейлік Петр Ян орналасқан. Оның лақабы аты No Mercy, яғни қазақшаға аударғанда кешірім болмайды деген мағынаны білдіреді. Ян ережесіз жекпе-жек төбелеске ең алғаш рет 2014 жылдың тамыз айында шықты. Содан бері 18 рет қарсыластарымен кездесіп, соның 17-сінде өзінің мықтылығын дәлелдеген. Тек қана бір рет 2016 жылы Магомед Магомедовпен болған кездесуінде төрешілердің бөлек шешімімен жеңіліс тапты. Статистика бойынша оның соққыларының дәлдігі 52%-ды құрайды, және ол жекпе-жек уақытының 50%-ын күреспен өткізеді. Ян өзінің кәсіби карьерасында 10 рет тейкдаун жасауға әрекет еткен. 9-шы орында салмағы 66 килограмм, бойы 180 сантиметр, 28 жастағы UFC-дің жартылай жеңіл салмақ дәрежесінің экс-чемпионы Америка құрама штаттарының азаматы Макс Холлоуэй орналасқан. Оның лақабы аты Blessed, яғни ағылшын тілінен аударғанда Құдай тілеуін берген деген мағынаны білдіреді. Макс үлкен спорттағы жолын 2013 жылдың қыркүйегінен бастап бүгінге дейін өткізген 27 жекпе-жегінің 21-де жеңіп, ал 6-ында жеңіліске ұшыраған. Оның соққыларының дәлдігі 45%-ды құрайды. Бұл MMA әлемінің орташа көрсеткіші болып табылады. Сонымен қатар, ол өзінің ережесіз жекпе-жек төбелестеріндегі жалпы уақытының 83%-ын күрес техникаларын қолдану арқылы өткізген. Макс кәсіби мансабында 6 рет тейкдаун орындауға тырысты, бірақ оның 4-еуі ғана нәтижесін берді. 8-ші орында салмағы 70 килограмм, бойы 175 сантиметр, 31 жастағы кезінде 2019 жылдың сәуір-қыркүйек айлар аралығында UFC-дің жеңіл салмағының уақытша чемпионы болған Луизиана штатының өкілі Дастин Порье орналасқан. Оның лақабы аты The Diamond, яғни ағылшын тілінен аударғанда гауһартас деген мағынаны білдіреді. Дастиннің ережесіз жекпе-жек төбелесулердегі карьерасы 2009 жылдың мамыр айынан басталған, және ол осы уақытқа дейін 33 рет өткізген кездесулерінің 26-сында жеңіске жетіп, 6 рет жеңіліс тапты. Және 2017 жылы мамыр айындағы Эдди Альвареспен болған кездесуі нәтижесіз болды. Өйткені Альварес пареге тыйым салынған әдістің біреуін қолданды. Паренің соққыларының дәлдігі 50%-ды құрайды, және ол орта есеппен 41% уақытын күреспен өткізеді. Осымен біздің дайындаған салмақ дәрежесіне қарамастан UFC файтерлерінің ерлер арасындағы P4P рейтингісінің бірінші бөлімі тәмам. Достар, егер де сіздерге бұл видео ұнаса, лайк басып, келесі видеода шығатын осы рейтингтің жалғасын жіберіп алмау үшін каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Және қалай ойлайсыздар, қазіргі біздің спортшыларымыздың арасында ережесіз жекпе-жек ұйымы UFC-де өзінің өнерін көрсете алатын азаматтар бар ма? Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді комментарияда жазыңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Келесі қызықты видеоларда жүздескенше сау саламат болыңыздар.